Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Алдымен оқулығымызды ашайық, зейін қойып тыңдайық. Бүгінгі тақырыбымыз масса, өлшеу және салыстыру. Оқу мақсаты: ұзындық, масса, көлем, сыйымдылық, уақыт шамаларын ажырату, өлшеуге арналған әдістерді, құралдарды таңдау, өлшеу. Тақырыбымызды бастамас бұрын видео түсіндіруді тамашалап алайық. Пісірген бәлішін анам маған дүкеннен жарты килограмм қаймақ, 300 грамм маргарин, килограмм мандарин, 700 грамм қамыр, әр бумасы 200 грамның 5 вафлин сатып ал деді. Егер алғанымды санасам, болады екен килограмм. Салмағына қарай салыстыруға болады. Мұны математикада массаны салыстыру деп аталады. Массаны анықтау үшін және салыстыру үшін таразы қажет. Мына заттарға қараш, олар туралы не айтуға болады? Доп ауыр да, ал шар жеңіл екені көрініп тұр. Оларды қандай белгісіне қарап салыстырдың? Мен доп пен шарды массасына қарап салыстырдым. Ал мынау 1 килограмм, 2 килограммдық кіртастар. Ал мыналар кішкентай 1 грамм, 5 граммдық кіртастар. Мұндағы килограмм, грамм дегендер массаның өлшем бірліктері. Олар кез келген заттың массасын дәл анықтауға көмектеседі. Мына заттардың салмағын анықта. 1 қап ұн 1 килограмм, балық 2 килограмм, орам жапырақ 2 килограмм. Дұрыс. Енді тапсырмалар орындайық. Балалар, видео түсіндіруді көрген болсақ, оқулықпен жұмыс жасайық. Бүгін сен заттардың массасын салыстыруда және белгілерін қолдануды білетін боласың. Заттардың массасын салыстыру нәтижесін артық және кем белгілердің көмегімен санды теңсіздік түрінде жазуға болады. Есепке мұқият зер салып қара. Балуандар. 2 балуан кім күштірек екенін біле алмай дауласты. Сен дауды шешуге көмектес. Балуан массасы ауыр кіртасты көтерді. Сандық теңсіздіктер құра. Есепті мұқият орында. Тапсырманы орындап болсаң, мұғалімге жолдауды ұмытпа. Келесі тапсырма: бірдей шамалардың мәндерін ғана бір-бірімен салыстыруға болады. Мысалы, массаның мәнін басқа массаның мәнімен салыстыруға болады. Ал массаның мәнін ұзындықтың мәнімен салыстыруға болады. Есеп шығарып көр деп аталады. Бір жәшікте 12 килограмм алма бар. Ал басқасында 10 килограмм. Қай жәшіктегі алманың
Массасы кем, қаншаға кем? Санды теңсіздік құрастыр. Сен неше теңсіздік құрастырдың? Мұғалімге жауабыңды жібер. Келесі тапсырма орындап көр деп аталады. Есепті мұқият тыңда. Өлшеу нәтижелерінің арасына қандай белгі қоюға болатынын анықта. Берілген тапсырманы мұқият қара. 12 килограмм және 14 килограмм белгісін қойып, тапсырманы мұғалімге жібер. Балалар, келесі тапсырма есте сақтауға беріледі. Мұқият зер салып тыңдаңыздар. Массының өлшем бірліктері: тонна, центнер, грамм, килограмм. 1 тонна 10 центнер, 1 центнер 100 килограмм. 1 тонна 1000 килограмм. 1 килограмм 1000 граммды құрайды. Балалар, есте сақта. Уақыттың өлшем бірліктері: 1 ғасыр 100 жыл, 1 жыл 12 ай 365 тәулік, 1 ай 31 немесе 30 тәулік, ақпанда 28 немесе 29 күнді құрайды. 1 апта 7 тәулік, 1 тәулік 24 сағат, 1 сағат 60 минут, 1 минут 60 секунд. Балалар, келесі тапсырма салыстыруға беріледі. Берілген тапсырманы мұқият зер салып қара. Алмалар мен алмұрт берілген. Алмалар мен алмұрттарды салыстырып, белгісін қой. Есепті шығарып болсаң, мұғалімге жібер. Балалар, келесі тапсырма көкөністер мен жемістерді салыстыруға беріледі. Тапсырманы мұқият орында. Асықпай сана. Белгілерін қойып, тапсырманы орындап болғаннан кейін мұғалімге жібер. Балалар, тағыда назарларыңызға видео түсіндірілім ұсынылады. Үйге қосымша тапсырма беріледі. Мұқият тыңдаңыздар. Жатып, мынандай ойға келеміз. Осыншама қарбызды қалай өлшеуге болады? Нақты салмағын қалай білеміз? Бүгін біздер сендермен бірге таразы түрлерімен танысып, заттың массасын өлшеп үйренеміз де, қойылған сұраққа жауап алатын боламыз. Адам күнделікті өмірде түрлі заттардың массасын өлшейді. Мысалы, тамақ дайындағанда, тауар өндіргенде және сатып алғанда заттың массасын білу керек. Енді таразы түрлеріне назар аударыңыз. Ойлан. Эйнтіректі таразының жоғалған кіртастарын немен ауыстыруға болады? Сонымен, біздер кез келген затты таразымен өлшеу қажет екендігін түсіндік. Сонда ғана нақты салмақты біле аламыз екен. Өлшенетін заттың көлеміне қарай қолданылатын таразыларда түрліше болатынына көз жеткіздіңіздер. Жарайсыңдар. Тыңдаңыздар. Сұрақ. Таразының түрлері туралы не айта аласыңдар? Зерттеу жұмысы жүргізіледі. Балалар, үйден ас үй таразысын пайдаланып,
бір кәмпиттің, бір печеньенің және бір алманың массасын біліп келіңіздер. Мүмкіндігіне қарай суретке түсіріп келуге де болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ өздеріңізге ұнаған болса, маған смайликтер мен белгі қалдыруды ұмытпаңыздар.